Нұрдәулет пен Айда арасындағы қашықтық қысқарып келе ме? Алматы, Бішкек. Соңғы апталарда әлеуметтік желілерде ең көп талқыланған тақырыптардың бірі Нұрдәулет пен оның бұрынғы жұбайы Айда арасындағы жағдай. Екеуінің өмір жолдары екі қалада болғанымен, тікелей эфирлер мен ортақ таныстар арқылы қайта тоғысып жатқандай көрінеді. Ескі сезім, жаңа өмір. Нұрдәулет бүгінде Алматыда тұрады. Бірнеше жыл бұрынғы отбасылық өмір артта қалса да, оның есінде Айдамен өткізген күндер әлі де жаңғырып тұратын сияқты. Кәсіппен айналысып, жаңа таныстармен жұмыс істеп жүрген Нұрдәулет жуырда Жанерке есімді бойжеткенмен жақын араласа бастаған. Ал Айда болса Бішкекте тұрады. Көпшілік оны әлеуметтік желі арқылы жақсы таниды, түрлі мотивациялық жазбалар жазып, әйелдерге өмірлік кеңес беріп жүреді. Бірақ соңғы күндері оның парақшасында мұңды әуенмен жазылған жазбалар жиілеп кетті. Бәрі өткенмен бірге кетеді деп ойлап едім, бірақ кей естеліктер ұйқымнан оятады екен. Деген жазбасы жұрттың назарын бірден өзіне аударған. Желі қолданушылары бірден: Айда бұрынғы күйеуін ұмыта алмады ма? Нұрдәулет Жанеркемен жүрген соң қызғанып жүрмекен? Деген пікірлерді қарша боратты. Нұрдәулеттің қазіргі танысы Жанерке де бұл жағдайға қатысты пікір білдіріп үлгерді. Ол өз парақшасында: өткен өмірге реніш ұстап жүру өзіңе кедергі. Мен ешкіммен бәсекеде емеспін деп жазды. Бұл жазба көпшіліктің көңілінен шықты. Көп адам Жанеркенің сабырлы, түсінігі мол мінезін мақтады. Алайда кей желі қолданушылары Нұрдәулет әлі де Айданы ұмыта алмады деп болжауда. Көрермен не дейді? Пікір алаңы толассыз. Бірі Нұрдәулетке жаңа өмір тілеуде, бірі Айданы аяп отыр. Айда өте шынайы әйел. Ол махаббатына берік сияқты. Ал басқа бір қолданушы: Нұрдәулет дұрыс деп жатыр. Өткенмен өмір сүрмей, алға жылжу керек деп жазған. Кейбір көрермендер екі жақтың да сабыр сақтағанына риза. Қазіргі заманда ажырасқан адамдардың мәдениетті қарым-қатынасы сирек, бұлар мысал бола алады дейді олар.